Мен айтып аса құрметті құдаларым, қонақтарым бүгін кешті. Құдалар, тұрайыныз. Қызымның ұзату тойына келгеніне қадам басқалы тұр балам. Өз ұясынан қалып тұр. Көрші Бәйтерек мынау Ақтөбе облысы үлкен рулы ел Әлім ауылына ұя салғалы тұр қызым. Бірінші Аллама аманат қызым. Екінші күйеу алам ғазірет көке айналайын. Өзіне аманат. Бір-біріңізді сыйлай біліңдер. Қол ұстасып өттіңдер өмірден. Бірге ұзақ ғұмыр тілеймін. Мына өмірде бір-біріңізді шынайы тапқан, шынайы сүйетін жандардың бірі болыңдар, айналайындар. Бақытты болыңдар. Біз сол сіздің бақытыңыздың жапырағын көлеңкесінде рақатымен марқайып, ата-ана болып, құда-құдағи болып бәріміз сіздердің тойларыңызда жүрейік бірге. Айналайындар, бақытты болыңдар. Мынау қолымнан қызымның мойнына тұмар тағып жіберейін. Тіл көзден сақтайтын, пәлелерден сақтайтын, қорғайтын, өзінің қорғанышы тұмарымды тағып. Бәрекелді, бақытты болсын, барған жерге таспай бақыт жұбайсың. Қойды қызым қырымен шаттымыз, короче. Ау. Рахмет саған. Саған да рахмет. Досым болып жүрген үшін десейші? Досым болып, ой бар. Концерт көріп отыр ғой мені. Үстіне қарай. Күйген дүние киіп кеткен операция істету керек сияқты. Бір жақтан алып өтпей қиналып кетеді екенсің. Мына машиналар екен. Ал әрине бізбен бірге Хамо бауырымызда келді. Хамоның да аш жөнесін сұрайық. Енді бұл залда жүрген бала, фитнесте жүрген бала, бұл таза ауаның бөлектігін қалай сезінген екен? Не дейсің бауырым? Енді медеуден басқа енді ауылдың баласымыз ғой біз. Жалпы негізі аптасына бір рет болсын келіп тұру керек екен медеуге. Дыханияң, аяққа бәрі полезный, таза ауа еще. Жігіттер. Данш, что там, Данш? Настроение жоқ. Нормально? В общем, көп нәрселер естіп жатыр, қан нәрсе жіберіп жатыр әйтеуір.